Хайраттың 40 күні өтті. 40 күннің ішінде мен өмірімді дейін және кейін деп бөле аламын. Себебі өмірге деген көзқарас, өмірге деген мақсат, барлығы 100% өзгерді. Қаншама жыл адаммен бір шаңырақ астында тұрғаннан кейін, бір нанды бөліп жегеннен кейін, өмірдің ыстығында, суығында бірге көргеннен кейін, адамда қимастық, сағыныш деген сезім болды. Бұл сезім 40 күнде өшіп қалып, немесе бұл сезім 40 күннен кейін басқаша болады деп айта алмаймын. Ол жылдар мен жылдар сенің жадыңда тұратын нәрселер. Бұл оқиға кезінде адам шын айту керек қой, іздене бастайды. Неге, неліктен, неге менімен бұл жағдай болды, неге деген сияқты сұрақты өте көп қояды екен. Сонда енді имамның айтуы бойынша жаңағыдай адамға Құдайдың жан бітіретін күні де 40 санымен байланысты. Жаңа кішкентайды 40-нан шығарудың өзінің бір үлкен философиясы бар. Ол жерде жаңағыдай 40 күн ішіне ана мен бала әлі екі ортада тұрады деп айтатыны бар үлкен кісілердің. Одан кейін 40 аптадан кейін баланың дүниеге келеді. Енді 40 деген сан шын мәнінде қазақ үшін киелі. Маған бәрі қабылдасаң жеңіл болады, ол енді ешқашан қайтып келмейді, бекем бол. Мен түсінемін барлық ол сөздерді. Тас түскен жеріне ауыр, артында бар оңалар деп жатады. Қазақ енді өте сондай бәрін көреген халық болған ғой, түсінемін бәрін, бірақ қабылдау дегеннің өзіне уақыт керек екенін білемін. Уақыт керек, уақытмен қатар сабыр керек, төзім керек екенін түсінемін. Біз өлімге дайын емеспіз. Біз өлуге дайын емеспіз. Дайын болмаймыз да. Адам болғаннан кейін пендешілікпен қателік те жасаймыз, жақсылық та жасаймыз, жамандық та жасаймыз, біліп жасаймыз, білмей жасаймыз, өте көп дүниелер жасаймыз. Неге маған Құдай осындай сынақ берді? Бұл сұрақты мен қоймауым керек. Мен түсінемін, білем, түйсігім түсінеді, санам түсінеді. Бірақ әр адамға Құдай көтере алатын сынақты береді. Әр адамға. Демек мен оны көтеруім керек. Демек мен көтере алғандықтан, оңай емес, 2 бала, аманат. 10 баламен қалғандар бар. Мәрзия апаның өмірін қарасаң, мысалы, Роза апамыздың өмірін қарасаң, жастай жесір қалған Әлияның өмірін қарасаң, мысалы, оңай емес екен, мен түйсігіммен түсінемін, өте қиын екен оларға. Қандай қиындықтан өткенін түсінемін. Бірақ жеңді ғой.